болам. Яғни қай ютуберға дейтін хан деген ютуберға жасайтын болам. Так, алдыңғы бөлімде осыны соққан болатынбыз. Мен андай сирен әкеп қосытқан болатынмын. Так, ханның үйіне қарай кеттік. Ал Бикостың үйін тиіспейтін боламыз. Бикостың үйі тұра берсін, пока. Бай, пауықтың дауысы жүр ғой. Ана жақта міне ханның үйі, міне. Қарап кетсеңіздер, әдемі салып атқан үйі еді, бірақ кімнің? Марзелдің үйін жарам тұр. Марзелдің де үйін жаратын болам, бірақ мен үйімнен күшті салып атыр, просто соның үшін жарып кететін боламыз, достар. Қазір менде динамит осындай жеттілікті жасап алдым. Ханның үйіне қазір динамит қоя бастаймыз. Затұрламандаршы, өтініш хотя бы сұраңдаршы. Аха, затұрлайтын боламыз. Әдей затұрлайтын боламыз. Так, несі бар? Мыналарды алайық. Қатты да бай емес екен. Мынаны аламыз. Көмірін алып алайық, болды. Нақты көмірі жоқ па? Жоқ, мынау несі? Жарайды, болды, қойып бастаймыз. Сервер қатып кетеді деп ойлап тұрмын да. Сервер қатып кететін сияқты. Үстін қарап келейік. Үстін болды, мен шықтым. Үстінде жаратын боламыз. Былай қоямыз. Так, осылай қойып шығамыз, міне. Болды, кеттік. Блин, андай біреу ақтал ғой. Қаяқтан алса болады тағы да. Типа зажигалка, рычаг. Хоп, қашамыз. Опа. Енді қарап тұрамыз. Мә саған ханның үйі жоқ болады. Қатып кетті. 17 FPS так кетті. Мә, қасқыр еті ма? Біреуінің қашып кетті ғана. Міне ханның үйі осындай болып шықты. Әлі FPS аз болып тұр, азғантай болып тұр. Так, наяқта не шақтама? Хан саған міне осындай заттарымды ұрлаған үшін. Осылай. Достар, так, Марзелдің үйіне баратын боламыз. Қазір мен деген красная руда Марзелде бар шығар. Қазір көп ода заттар, негізінде заттар көп. Міне редстоун. Так, миссия мынандай керек. И редстоуннан бұлай жасайтын боламыз. Так, енді мұны аяғына әбден қойып шығатын боламыз. Бұлай әбден прям осылай қоятын боламыз. Сөйтіп апарып мұна жануарларында бәрін жаратын боламыз. Так, сөйтіп барып үйіне кіргізетін боламыз. Үйін аш. Үйіне кірамай тұр. Міне мынандай сөйтіп қойып шығатын боламыз. Әбден үйіне қоятын боламыз. Марзел ренжіме, хан ренжіме. Так. Опа, әбден қойып шықтық, болды. Енді редстоун қайда? Қашып шығалам ба мен, пайдей? 1, 2, 3 ал кеттік. Жоқ. Болды. Кеттік, қаштық. Енді потом қарайтын боламыз. Қазір жарылып болсын, кішкене қатып кетті. Бұлай істей тұратын боламыз. Қатып атыр. Болды ма? Қатып кетті. Жостқа қатып кетті. Лак болып атыр, лак. Так, ана жарылмағандарды жарып тастайтын боламыз. Заттарын аламыз. Хоп, болды. Мен өзім суға кірем. Урон тимеу керек, пайдей. Мә саған керек болса. Болды, үйлер жоқ қой, ё-май. Мә, қараңыздар, үйлер до и после. Қазетім, до и после емес, но қараңыздар, үй жоқ болып кетті. Просто жоқ болып кетті. Естейді. Қош келдіңіздер, үй иесі Марзел. Өтініш газонды баспа, шутка дейді. Газон мұшып тастаймыз. Қатып кетті. Үйге барып ресурстарды салып берейін мен. Кішкейін Бико. Неге қатып отыр? Қазір күте тұрыңыздар. Лак басылсын кішкене. Лак басылсын. Так. Мен деген өзім жалғыз осы серверда жүрмін. Лак басылды, кішкене басылды. Бикостың кішкене сындырайық. Өсекбай, өлтіріп тастайықшы, не үшін керек? Так, енді Бекіштің үйін қарайтын боламыз. Бекіштің үйіне барма қоямыз ойдым. Келесі сериясында Бекіштің үйін жарайын ба, соны плюс жазып кетіңіздер, плюс минус деп. Сондықтан осындай грифер шоу түсіретін болам. Ханның үйі ұнамай тұрған, соны жарып жүрін. Так, енді өзіміздің үйімізге барып ұйықтап демалатын боламыз. Қарашы, жоқ болып кетті үйі. Қайран.
еңбектер ай. Мен мынандай осындай салған болатын, және осындай қостым да мына жаққа әдемілеп осылай үлкейттім. Мына жаққа лестницаның қасына осындай. Мен аюларымды біреу кетті босатып. Марзел ма кім? Сондықтан мен өшімді алып жатырмын аюларымды. Жай хан енді алдында затымды ұрлаған үшін апанында. Сондықтан болған жардым. Ал мен үйге барып ұйықтайтын болам қазір. Төсегіме ұйықтайтын болам. Сіздермен болған Нелзи достар, мен видеомды аяқтаймын. Соңына көргендеріңізге дейін рахмет. Ал енді давайте чики-пау. Бұл пранк. Мындай қарекетіңіздер менде Бикостың стримде айтқан болатын, типа пранк жасайым деп. Кім көрді, солар тыныш отырасыңдар деп ойда боламын. Типа ханға айтып үйтпеңіздер. Ойшым мен өзім одиночный сурвивалды типа выживать етесіздер ғой. Мынау ешқандай сервер емес ойшым бар ғой. Сервер емес міне. Типа сервер емес. Қалай түсіндірсем болады. Қазір шығып соңында түсіндіретін болам. Бұл ешқандай сервер емес. Нақта типа гейм модтан мен динамит алып алып сөйттім да жардым. Так наяқ прогрузиться етпей тұр. Так сөйтіп. Я міне наяқтан түсіндіре салайын міне. Мирнаяға қоя алам, типа осылай қоя алам да. Сондықтан типа сервер емес бұл. Одиночный играға картаны скачать етіп қоя салдым. Типа менде мынандай прогрузиться етпей жатыр. Артында бекіштің үйін көрсете кетейін. Или өз видеосында түсіріп ол көрсететін шығар. Мен Орлендте осы видеомды аяқтайтын болам. Ұнаса лайктарыңызды басыңыздар. Осындай пранк типа розыгрышты өзім ойлап шығардым. Типа неге бұлай одиночный мирға салып шығармасқа дегендей сондай ойлап шығардым. Ал енді Бикостың үйін жарып көрейік қазір. Не бар екен, картаны білмеймін. Түгелдеш пайде Бикостың апаны кіріп көрейік. Заттар жоқ қой. Көшіп кеткен ғой. Өзіне көшіп кеткен. Жаңа ғана стрим уақытында мен кеткен болатын. Стримде отқандар көреді. Қараңыздар. Мощный. Осындай заттар бар. Ханда да бар зор заттар. Так енді ханның үйіне. Ой, бек ханда деп айта берем. Бекіште бар. Бекіштің үйі арғы жақта. Мен осымен видеомды аяқтайтын болам. Кім түсінбеді, соған көрсетіп кетейін. Қазір одиночный ойын екен. Ал, давайте. Достар, қараңыздар, міне одиночная игра, міне тролль деп сохранить етіп қойғам. Әдей картаға кіреміз. Қазір сіздердің көздеріңізше кірем. Типа бұл сервер емес деп сендіруге міне осы картаны сохранить етіп қойған болатымын. Ал давайте сендермен болған мен Нелзи, амандықта жүздескенше сау болыңыздар. Чики-пау.